Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюға ұмытпаңыз. Енді бұл видеоны жасалу жолын көрсетейін. Әдеттегідей капелька кіреміз, новый проектті басамыз және алдын ала түсіп дайындап қойған видеоларымызды осы жерге қойып аламыз. Добавить деп қостық. Бұл видеоны түсіру үшін камераны үйдің белгілі бір бұрышына, белгілі бір жерге өзіңізге ыңғайлы камераны жылжымайтындай қаратып қоясыз. Барлық видеода да сол бір жерде түсіруіңіз керек болады. Енді қараңыз, киімді жоғарыдан орындықтың әйтеуір бір биіктіктің үстінен шығып жоғарыдан төмен қарай лақтырасыз. Содан кейін барып сол жерде тура сол киім түскен орында секірген видеоңызды түсіріп аласыз. Енді бұл видеолардың артық жерлерін қалай алып тастаймыз? Міне, бастапқы жерінде мұның белгілеп аламыз, үстінен басып сызықшаны жылжытып разделеттеймізді, алдыңғы артық жерін алып тастаймыз. Енді мына жерде мені киім лақтырдым, бірақ киімді до конца жерге түспей, қараңыздар, жерге түскен жоқ. Түспей, осылай төмен келе жатқан жерінен тоқтатамызды, сызықшаны үстін басып тұрып разделетті басамыз. И осы жақтан былай қарай удалить етіп тастаймыз. Міне, киім до конца жерге түскен жоқ. Енді екінші видеода, секірген видеомда тоже артық жерін бәрін кесіп, тек қана секіріп түскен жерін ғана қалдырамыз. Қараңыз. Осылай жылжытып әкеліп, видеоны басып тұрып, разделетті басамызда, алдыңғы жақ керек емес жағын өшіріп тастаймыз. Сонда міне, көрдіңіздер ме? Келесі видеоны тоже солай істейміз. Киім лақтырылды, бірақ киімді до конца жерге түспей, осы тұрған жерінде видеоны ортасын басып разделеттеймізді, аяқ жағын удалить етеміз. И келесі видеода тоже секіріп түскен жерді белгілеп разделетті басамыз. Мінекей, алдыңғы жағын секіруге дейінгі кезеңді разделеттеп удалить етіп тастаймыз. Сонда бұл осылай отырып қалуымыз керек. Так, разделить, удалить. Енді жаңағы видеода всегда концовкасын өстіп үстінен бассаңыздар, оны өшіріп тастауға болады. Енді бұл жерге жаңағы секіріп түскенге музыка қоямыз. Звукқа кіреміз, эффектіға кіреміз. Осы жерден қалаған звуктарыңызды таңдап қойсаңыздар болады. Мен, например, мынаны қоя салдым. И бұны осы тура секіріп түскен жерге қоясыздар. Осыны үстінен басып тұрып копировать етсеңіз болады, немесе қайтадан тағы да қойсаңыз болады. Копировать етсеңіз, былай келесі видеоның секіріп түскен жеріне жылжытып апарып қоя саласыз. Енді бұл видеоны қызықты стористар жасауға қолдана аласыз. Дәл тура осылай түсірмесеңіз де, мысалға қалай бұл жерде енді кішкене дұрыс лақтырылмай қалған киім. Жалпы киімді негізі ашық қылып былай жинап емес, көрсетіп лақтырсаңыз әдемірек болатын сияқты негізі. Солай киімді төбеден лақтырып кеп, үстіне келіп қалған сияқты қылдырып келтіруге де болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай, идея болу үшін, сіздерге идея болсын деп көрсетіп отырмын. Сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркелуге ұмытпаңыздар.